Құрметті көрермендер, соңғы уақытта бағдарлама жүргізушілеріне қатысты түрлі ақпараттар тарап жатыр. Ең көп айтылып жатқаны Балаусаның жобада қалуы және оның қасына Аша Матайдың қосылуы мүмкіндігі. Балауса бұл жобаға жаңа келген адам емес. Ол бірнеше маусым бойы эфирде жұмыс істеп, форматқа толық бейімделген, көрерменге таныс жүргізуші. Тікелей эфир жүргізу оңай емес, әртүрлі мінезді қатысушылар, күтпеген жағдайлар болады. Мұндай сәтте жүргізуші тек сөйлеп қана қоймай, бүкіл эфирдің бағытын ұстап тұруы керек. Балауса осыны көрсете білді. Ол сабырлы, кәсіби және жауапкершілікті маман. Сондықтан оның жобада қалуы бағдарламаның тұрақтылығы үшін маңызды қадам. Қазіргі кезде айтылып жатқан тағы бір жаңалық Балаусаның қасына Аша Матай келуі мүмкін. Аша тәжірибесі мол, кәсіби жүргізуші. Оның эфир жүргізудегі стилі, талап қоя білуі, сөзін нақты жеткізе алуы көпшілікке таныс. Егер ол қосылатын болса, бағдарламаға жаңа серпін, жаңа энергия келеді. Ең бастысы, екі жүргізушінің бір-бірімен үйлесімді жұмыс жасауы. Бірі сабырлы бағыт берсе, екіншісі тәртіпті күшейтіп, пікірталасты нақты арнаға бағыттай алуы тиіс. Соның арқасында эфир сапасы артады. Қатысушылар өз ойларын дұрыс жеткізеді, ал көрермен мәдени және мазмұнды бағдарлама көреді. Көрермен үшін ең маңыздысы әділдік, мәдениет және сапалы эфир. Кейде қатысушылардың деңгейі төмен, тәртіп аз деген пікірлер айтылатыны жасырын емес. Тәжірибелі жүргізушілердің болуы эфир мәдениетін көтеруге көмектеседі. Жаңа жүргізушіге де уақыт керек, бірақ Балаусаның тәжірибесі оған бейімделуге қолдау көрсетеді. Қорытындылай келе, Балаусаның жобада қалуы тұрақтылықтың белгісі, ал тәжірибелі жаңа жүргізушінің қосылуы бағдарламаға даму мен жаңа серпін береді. Егер әділдік, кәсібилік және мәдениет сақталса, жоба әрқашан көрерменнің сүйікті бағдарламаларының бірі болып қала береді.